Армысыздар, құрметті оқырмандар. Кино суретшісі, график кескіндемеші Сахира Амановтың 95 жылдығына орай Сырдық Самлақ Сардары Сақиятты бейнебаянымызды қабыл алыңыздар. Қазақ кескіндемешісі кино суретшісі Сахира Аманов 1926 жылы 1 тамызда Қызылорда облысы Қазалы ауданында туылып, 2002 жылы дүниеден өтеді. Ол қазақтың сурет өнерінің тамаша өкілі және қазақ кинематографиясының айтулы суретшілерінің бірі болған. Халық суретшісі кино саласында мол тер төккен шебер көптеген туындылар мен портреттердің пейзаж және графикалық еңбектердің авторы. Атап өтетін болсақ, атақты қара өтірік иллюстрациясы 1954-1955 жылдары, Құрбылар 1967 жылы, Киіз басу 1926-1942 жылы, Бойжеткен 1970 жылы, Қазақ батыры 1958 жылы, Жауһар 1956-1957 жылы, Астық жинау науқаны 1970 жылдары, Жас шопандар 1959-1961 жылы, Жайлау кеші 1956-1957 жылдары, Туған өлке 58-68 жылдары, Жер туралы декрет немесе алғашқы турен 1967, Қаратау кен байыту фабрикасы 1970 жылы, Ән қанаты, Құлагер, Алдар көсе және тағы басқа туындылары жарық көреді. Сахира Амановтың жер жырту туралы декрет немесе алғашқы турен туындысы 1957 жылы пейзаж жанрында майлы бояумен кенеп бетіне түсірілгенді. Бұл шығармада еңбеккерлердің жер жырту жұмыстарына кірісе отырып, өзара ақылдасу сәті бейнеленеді. Ұлттық бейнелеу өнеріне қомақты үлес қосқан Сахира Аманов туындыларындағы кеңес үкіметі дәуіріндегі еңбекші адам образдары және сол кезеңдегі өндіріс өмірімен кең танысамыз. Әр суретшінің өзінің қолтаңбалық ерекшелігі болатыны түсінікті. Яғни бұл суретшінің жеке қолтаңбалық мәнері, шебердің түстері қолдану әдістері бар. Бұл тұрғыдан алғанда Сахира Амановтың сарғыш ашық сары, қаны қоңыр, жоса түстерді көп қолданатынын көреміз. Оның жер жырту туралы декрет немесе алғашқы турен туындысында жердің табиғи түспен боялғанын және ашық аспан аясында атты шығармадағы жоса түсті байқауымызға болады. Сахира Аманов еңбегі қазақ халқына ертеден танымал. Суретшінің басты мақсаты өзінің туған елге, жерге деген сүйіспеншілігін, сағынышын, ішкі жан дүниесін сезімін туындылар арқылы көрерменге қалтқысыз жеткізу болғанын аңдаймыз. Шебердің соңында қалған мол мұрасы кеше де, дәл қазірде кейінгі дарынды жас суретшілерге таптырмас үлгі болып келеді. Бұл үрдіс келешекте де лайықты жалғаса беретіні даусыз. Тыңдағандарыңызға көп рахмет.